кетті. Attırırız. Halimiz. Өзі айтады ғой, армысыздар құрметті қазақ елі. Бүгін мынау 19 қараша 25 жылы Алматыдан Мирболат бауырымыздың жұбайы келіп отыр, екі апасы келіп отыр, желтоқсандықтар келіп отыр, қоғам белсенділері. Соны қолдап, мына бір топ астаналықтар келіп, қолдап, шашбауын көтеріп келдік. Енді не айтамыз? Мынау Мирболаттың жазықсыз сотталғанын адвокат сот барысында, тергеу барысында дәлелдеп берді. Фактілер келтіріп берді. Соны дәлелдің өзін жоққа шығарып, 4 жылға соттап жерді. Бұл Мирболат өзі желтоқсан көтерілісіне 3 күн қатысып, басынан жарақат алып, ауырат кәдімгідей басын кистасы күннен күнге өсіп жатыр. Бүгін ертең қай уақытта кетіп қалатыны белгісіз. Сондықтан ол түрмеден тезірек шығуын талап етеміз, өйткені денсаулығы жоқ. Осы 86 жылы желтоқсандықтар бізге тәуелсіздігімізді алып берді. Желтоқсандық Мирболат бауырымызды екі баласы, 4 баласы бар. Соның екеуі кәмелет жасқа толмаған. Сондықтан кәмелет жасқа толмағандықтан оны әзірге босатып, сосын аны кәмелетке толғаннан кейін барып соттай берсін. Оның несі бар, мысал келтіре аламыз. Қарағандылық, тағы да Петропавловскіден, Павлодардан бізді қазақты балағаттап, жамандап, қалбит, узкоглазый, кривоногий, черножопый деп неше түрлі айтып жатыр. Солардың бәрін шығарып жатыр, соттап жатқан жоқ. Қазақ тілін қорғаған үшін Мирболатты 4 жылға соттап берді. Мемлекеттік тілді талап еткен үшін. Көшеде жүрген адамнан емес, қызметкер адамнан сұрады. Қазақша жауап беріңіз, мен сіздің қазақ тілінде деп. Сондықтан ол мемлекеттік қызметкерден талап еткен үшін 4 жыл бас бостандығынан жайдан жай, нақақтан нақақ сотталғанын адвокат дәлелдеп, фактілер келтіріп, тергеу барысында да, сот залында да айтып берді. Рахмет.